Аллах тағала бір ауылға періштелерді жібереді дейді, азаптауға дейді. Бір елді мекенге ана тауды көтеріп үстіне төңкере салыңдар, бұзақылар тұрады. Сонда ана азап періштесі келіп үйлерді аралап, бір қарап шығайын деп аралап жүрсе, бір Аллаға сенген, түнде тұрып намаз оқып жатқан пендесі бар дейді. Құлшылық қылған, сондай бір Аллаға сеніп жүрген, бір тура жолда жүрген бір пендесі бар екен дейді. Сонда я Раббым, мен адасып келдім ба, бұл ауыл емес шығар десе, жоқ, сол ауыл. Мына ауылда сен пенден бар ғой, осындай. Соның үйінен баста дейді екен. Жағалай бұзақылар ана ортасында ақиқатты біліп, ақиқат жеткізбеген үшін соның үйінен баста азапты дейді екен. Сондықтан біз дінді білдік болды, өзіміз тозаққа түспесек болды, жәннатқа кірсек болды деген нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның міндеті дінді жеткізу болып кетті ғой. Аллах тағала пайғамбарды бізге өнеге қылу үшін баласыз қалдырды, ұрпақсыз қалдырды.